Сәлем оқырман. Кеше Хуршет тағы шөп салған ба Нуркаға? Нурка өзінің инста парақшасында неше түрлі фото мен видеоларын жариялап қойған екен, өз ойын бірге қоса жазып. Не как-то обидно стало. Не телефонын алмайды, не қайда кеткенін айтпады, әлі жоқ. Кейде ұмытып кетеді ау деймін, әйелі үйде баласымен күтіп отыратынын. Еркектердің ісіне араласу анау-мынау емес, қазір сағат 2:30. Жұмыс дейін десем түнімен не жұмыс ол? Басқа нәрсе ойлауға миым жетпеді. Короче, бәрі жақсы болса екен әйтеуір депті. Жалғыз мен ғана емес, бәрінде солай шығар. Идеальный болмай-ақ қойыңыздаршы, ой не болды? Сендерде ақ солай екен, аңду мынау деп. Я тоже умею жұртқа идеальный болып көрінуді. Но я так не хочу, кім қандай білу керек. Шынайы болу керек, түсінесіздер ма? Ананы жасырып, мынаны жасырып, жақсы әйел болмай-ақ қойдым. Бәрібір қадірімді білмейді, дейді Нурка. Ал Хуршет болса өзінің инстаграм парақшасында шулап жатыр. Осы адамдар білмей тұрып, неге сразу асығып, барлығын құртады екен? Осы біздің отношениямызға араласатын адамдар шаршатты. Қаншама тырыссам да бәрібір осындай адамдар шығады. Сол фотоны жіберген адам бірінші біліп алмай ма не үшін қалай кездескенді? Не үшін ол жерге барғанымды, неге олай болғанды біліп алып, сосын фото жіберу керек? Не айтсам да хайп деп айтасыздар. Басқа ештеңе салмайым, өздеріңіз білесіздер. Мен измена жасамағанымды білемін, сол ең бастысы. Жақсылық жасасам да жамансың. Жамандық жасасам да жамансың, еркек болсам да. Мен де шаршап кетем осындай кезде. Екеуінің арасында осындай жағдайлар жиі болып жатады соңғы кездері. Алдында бір ажырасуға дейін барған еді. Бірақ соңы жақсы болды, қайта қосылған еді. Енді бүгін бар шындығы ашылды. Нурканың айтуы бойынша ол подстава болды дейді. Хуршетке бір танысы үлкен көлемде ақша қарыз болып, оны клубқа шақырады екен. Сол кезде сол қыз қасынан шықпады дейді. Клубқа бар жоғы 5 минутқа кірген. Анау қарыз алған малғын енді ісім сенімен болсын, дейді Нурка. Клубқа шақырғанды көрсетемін саған. Мына қызды да сол қарыз алған жігіт жіберген. Шыққаннан кейін де ізінен қалмай жүрген мына қыз. Мына қызда да ұят жоқ екен. Шашы сыпырға ұқсап, әйелі бар еркектің артынан жүгіріп ашу үстінде ойыма неше түрлі нәрсе келіп еді. Қазір бәрі жақсы шүкір. Ендігі Нурканың сөзі. Хуршет алдада анау-мынау емес. Мен ақмақ емеспін ғой, любой нәрсеге сене қалатын. Перепискаларында көрдім. Камераны да ерінбей барып көрдім. Бірден жаман ойға кеткен өзім екен. Анау қыздың түрінде көрдім, Хуршеттің вкусындағы қыз емес, дейді Нурка. Қызық, кеше алдады, бүгін алдамады дейді. Екеуінде бәрі жақсы болсын, не дейміз басқа?